Қайырлы күн барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін таңғы асқа өте дәмді әрі тез жасалатын қуырма нанның жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, құрметті көрермендер. Дәмі сондай ерекше болып шығады. Олай болса, жасалу жолын видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдымен нандарымызды кесіп аламыз. Егер де үйлеріңізде желінбей қалған нан болса, оны да істете берсеңіздер болады. Кәдімгі бөлке нанды да істете берсеңіздер болады. Барлығын дәл осылай кесіп аласыздар. Енді бізге керек болады 2 дана жұмыртқа. Жұмыртқамызды жағып алып, оның үстіне аздап шым-шым тұзымызды саламыз. Және үлкен 2 ас қасықтай сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ас көктерді ұнататын болсаңыздар, осы жерде қоссаңыздар болады. Егер ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Мен аздап укроп салдым. Укроп ерекше дәм береді. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне дайын болды. Енді осыған нандарымызды батырып аламыз. Нанды өте көп ұстап тұрудың қажеті жоқ. 2 бетін осылай батырып алсаңыздар жеткілікті. Егер де көп ұстап қалатын болсаңыздар, нандарыңыз жібіп кететін болады. Міне дайын болған нандарымызды қызып тұрған табамызға қуырып алатын боламыз. Өте көп май құюдың қажеті жоқ. Азғантай ғана май құясыздар. Және нандарымызды салып, бір беті қызарғанға дейін қуырамыз. Бір беті қызарғаннан кейін келесі бетін аударып қуырып алатын боламыз. Өте көп уақытты алмайды. Бір 5-6 секундта сіздердің нандарыңыздың бір жағы қызарып шығады. Келесі жағын аударып, дәл осылай барлық нандарымызды қуырып алатын боламыз. Міне біздің нандарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар. Қалған нандарымызды дәл солай жайғастырып қуырып аламыз. Нанымыздың бір беті қызарғанға дейін ешқандай қозғалмаймыз. Нанымыз қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып алатын боламыз. Міне барлығын дәл осылай жасап аласыздар. Өте тез жасалады. Міне біздің нандарымыз дайын. Дайын болған қытырлақ нандарымызды міндетті түрде салфеткаға қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде артық майларын өзіне сіңіріп алатын болады. Міне біздің қытырлақ нандарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Дайын болған қытырлақ нандарымызды дастарханымызға ұсынамыз. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашады. Дәл осылай ыдыстарға безеп салсаңыздар болады. Кез келген соустарыңызбен қолдансаңыздар болады. Тіпті қаймаққа немесе сармайға қосып жесеңіздер де болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте оп-оңай. Үйдегі бар қарапайым заттардан дәл осылай ерекше етіп таңғы ас жасасаңыздар болады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға